Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4-ші тоқсанға арналған екінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: терминдерге анықтама беріңіз. Тұқым қуалаушылық бұл тірі ағзалардың ата-аналарына ұқсау қабілеті. Өзгергіштік тірі ағзалардың өз ата-аналарынан ерекшелену қасиеті. Ағзалар селекциясы үшін қолдан сұрыптаудың маңызын түсіндіріңіз. Ағзалар селекциясы үшін жануарлардың жаңа қолтұқымдары мен өсімдіктердің жаңа іріктемелерін шығаруда қолдан сұрыптау маңызды. Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарының атауын жазыңыз. Біріншісі: күріш, қант, қызылшасы, цитрусты өсімдіктер, баклажан және тағы басқа өсімдіктердің шығу орталығы. Оңтүстік азиялық тропиктік орталық. Соя, тары, қарақұмық, жемісті алша, ши және көкөніс дақылдары шығу орталықтары. Шығыс азиялық орталық болып табылады. Бидай, қара бидай, шомыр, бұршақ тұқымдастар, жүзім, сарымсақ шығу орталықтары. Оңтүстік батыс азиялық орталық. Қырыққабат, жоңышқа, зәйтүн, жерорта теңіздік орталық. Қатты бидай, арпа, кофе ағашы, банан, сорго шығу орталығы. Абиссиналық орталық. Жүгері, какао, асқабақ, темекі, мақта шығу орталықтары. Орталық америкалық болып табылады. Жетінші: картоп, ананас, хина ағашы, андылық орталық. С тапсырмасы: картаға назар аударыңыз. Үй жануары қолтұқымының біріне сипаттама беріңіз. Ешкі мүйіз қуысылар тұқымдасына жататын жұп тұяқты күйіс қайыратын жануар. Үй ешкілердің бастапқы тегіне ешкілердің жабайы екі түрі, сондай-ақ жойылып кеткен түрі жатады. Ешкі қолға алғаш үйретілген жануарлардың бірі. Ешкінің мүйізі қырлы, дене бітімі жеңіл, құйрығы қысқа келеді. Оның түбіті, жүні, терісі, еті мен сүті пайдаланылады. Келесі кестені толтырыңыз деді. Шығу орталығының атауы: Қытай малай орталығы, тауық, үйрек, тұт, жібек, құрты. Үнді орталығы: буйвол, ит, тауыс, тауық, үнді мысығы, балара. Оңтүстік және батыс Азия орталығы: ірі қара, қой, ешкі, шошқа, сыңар өркешті түйе, кептері, балара. Жерорта теңіз орталығы: ірі қара, жылқы, қой, шошқа, үйрек, нілді қаз, қоян. Африка орталығы: түйеқұс, мысыр тауығы, ит, есек, шошқа. Оңтүстік Америка орталығы: лама, альпака, күрке тауық, теңіз шошқасы. Осымен бір тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.